Сәлеметсіздер ме? Біз бүгін бет терісіне пайдалы майлар жайлы айтатын боламыз. Майсана майы. Кез келген дәріханада еркін сатылатын бұл майдың 90% ретинолин қышқылы минералдық әжімдермен күресіп, құрғақ теріні қоректендіреді. Оны күнделікті пайдалансаңыз, нәтижесін бір айда көресіз. Қолдану: майды алдын ала сәл жылытып алып жағу керек. Жожоба майы. Бұл майды тереңдеп үлгерген майлармен де күресе алады және әсіресе қартайған және құрғақ бет терісіне жақсы әсер етеді. Құрамында ие дәруменнің табиғи антиоксидантының есебінен жожоба майы тері жасушаларын сыртқы әсерлерден жақсы қорғайды. Ол теріге тез сіңіп, көзге көрінбес ауа жеткізбейтін жұқа қабат түзеді. Қолданылуы: майды қоректендіргіш иіс маймен 1:4 мөлшермен араластырып, маска түрінде жағу керек. Какао майы. Бұл майдың құрамында май қышқылдары, татиндер, метилазид пен дәрумендер тері жасушаларын жаңартып, қоршаған ортаны кері әсерін қорғайды. Терінің қорғауы мен әжім түсуінің алдын алады. Қолданылуы: какао майы ұйықтар алдында қоректендіргіш майдың орнына жағуға болады. Жүзім дәнінің майы. Аса қуатты антиоксиданттың қасиеті бар. Бұл май теріні керемет қоректендіріп, терең тазартады. Әжімнің түсуіне бөгет болады. Оның тіпті өте майлы теріге жағуға болады. Қолданылуы: тері құрғақ және өте құрғақ болса, жожоба, коко, ши майларын алып, ал қалыпты теріге ештеңемен араластырмай жағуға болады. Кокос майы. Кокос майы теріні қоректендіреді, ультракүлгіннің күн сәулесінің зиянды әсерінен қорғайды, зат алмасу үрдісін жақсартады. Оның жаққанда бетте көзге көрінбейтін жұқа қабат пайда болып, терінің барынша ылғалдандырып қамтамасыз етеді және оның қорғау мен әжім түсуіне бөгет болады. Қолданылуы: майды ұйықтар алдын ала бір ертіп барып жағу керек. Зығыр майы. Биологиялық құндылығы жөнінен зығыр дәнінен пайдаланған май көшбасшы орында. Оның үнемі қолданып жүрсе, ұзақ әжімдерге тегістеліп, терінің тығыздығы артады. Қолданылуы: зығыр майын көздің айналасына тигізбей, бетке және мойынның ашық жерлеріне жағып, 10 минуттан кейін жуып тастау керек. Зығыр майы күнде таңертең аш қарынға және жатар алдында бір ас қасықтан ішіп отыруға да болады. Нәтижесін көп күтпей-ақ көресіз. Зәйтүн майы. Құрамында әртүрлі май қышқылдары болғандықтан қарамастан, зәйтүн майы көздің айналасындағы тері күтіміне таптырмайды. Әсіресе тазартылмаған жоғары сұрыпты майлардың барлығы пайдалы қасиеттері сақталған. Қолданылуы: көздің айналасындағы майды әжімді кетіру үшін күн сайын көзге зәйтүн майына батырылған мақтаны қойып, 10 минут компресс жасау керек. Сондай-ақ саусақтың ұшымен көздің айналасына массаж жасауға болады. Шабдалы майы. Мұндай компрессті жасауға шабдалы майы да пайдалы. Оның құрамында май қышқылдары мен дәрумендер мен минералдар өте көп. Сондықтан ол теріні тығыз етіп, минералдық әжімдерді тегістейді. Майды ұйықтар алдында көздің астына теріге жағады. Бұдан бөлек майды қас пен кірпікке де жағуға болады. Бұл олардың тез өсуіне ықпал етеді және түсуін алдын алады. Бадам майы. Теріні ылғалдандырып, көздің астындағы қалталанған терінің қабынуын басқа және ұсақ әжімдерді тегістеуге көмектеседі. Оның құрамындағы белсенді заттар қартайып бара жатқан тері күтіміне таптырмайды. Қолданылуы: күн сайын кешкісін әжімді теріге сіңіре жағып, жарты сағаттан кейін сіңбегенін мақтамен сүртіп тастау керек. Үстіне тағы жағуға болмайды. Әйтпесе таңертең тері ісініп кетуі мүмкін. Шырғанақ майы. Негізінен құрғақ және есіркеген теріге пайдалы. Ол ұзақ әжімдерді кетіріп қана қоймай, теріңдегі әжімдерді едәуір етіп тегістеп, салбырап терінің тығыздығын қайтара алады. Қолданылуы: шырғанақ майын таза күйінде қолдануға болмайды. Оған ие дәруменнің капсуласын немесе кез келген басқа майды қосу керек. Оны шектен тыс көп қолдануда қауіпті, әйтпесе ісік пайда болуы мүмкін.
Менің арнама тіркеліп, лайк басып, комментария жазуды ұмытпаңыздар.